Америкалық ғалымдар адам денесіндегі ең лас жер қайсы екенін анықтауға шешім қабылдапты. Сарапшылардың айтуынша, адам денесіндегі микроағзалар ең көп үймелейтін жер кіндік болып шықты. Аталған экспериментке 100-ден аса адам қатысқан. Олардың ішінде әртүрлі жастағы ерлер мен әйелдер бар. Адам денесінің әртүрлі жерінен алынған талдаулар нәтижесінде микробтардың ең көп мөлшері кіндікке жиналатындығы анықталған. Сіздермен бірге жаңғадау арнасы қызықты ақпаратты өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп алуыңызды сұраймыз. Сіз қаншалықты мұнтаздай жан болсаңыз да, денеңізде тазаланбаған бір жер қалып кетуі мүмкін. Ол кіндік. Кіндікке көп адам көңіл бөле бермейді. Өйткені оның кірленгені білінбейді. Ол кірлемейтіндей көрінеді. Бірақ кіндік кірді, лас заттарды, зиянды бактерияларды көп және тез жинайды. Себебі кіндік іштегі түймедей ғана қуыс. Дененің өзге тұсынан қуған кір кіндікке кіріп өз өмірін бастайды. Бірте-бірте қатты кірлеп, терлегеннен кейін кіндік терісі зақымданып, жағымсыз иіс шығады. Мамандардың айтуы бойынша, кіндікті кір, лас басып қалуы жиі кездеседі екен. Кіндік үнемі арнайы тазалауды қажет етеді. Үнемі арнайы көңіл бөліп тазалап тұрмаса, кіндіктің ішіне кір, лас заттар, зиянды бактериялар толып қалады. Себебі кіндік іштегі түймедей ғана ойыс. Сіз қаншалықты тазалық сақтасаңыз да, бір жерді ұмытып кетуіңіз мүмкін. Ол кіндіктің іші. Кіндіктің кірлегені білінбейді. Көп адам жуынғанда кіндікті тазалауға көңіл бөле бермейді. Кіндікті 2 жолмен тазалауға болады. Бірінші жол. 1 шай қасық ас тұзын 1 шыны жылы суға араластырып, қолмен немесе таза шүберекпен кіндік ішін ұқыппен жуу керек. Артынан жылы сумен шаю керек. Екінші жолы. Мақтаны спиртке салып алып, кіндікті спиртпен сүртіп тазалап болған соң, таза жылы сумен жуып тастау керек. Өз денсаулығыңызға көңіл бөліңіз. Біздің кеңестеріміз сіздер үшін пайдалы болды деген үміттеміз. Каналға жазылып, лайк басып, қоңыраушаға басуды ұмытпаңыз.